Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Айым. Бүгін сіздермен дәмі тіл үйретін өте нәзік воздушный сметаник дайындаймыз. Бұл бәлішті сіздер тапсырысқа пісірсеңіздер болады. Дайындалу жолы өте оңай, тіпті кез келген адам жасай алады. Сондықтан бірге дайындайық, барлық ингредиенттерді астына жазып қалдырамын. Бізге електен өткізілген ұн, 2 жұмыртқаның сарысы, сапасы жоғары сары май, мен үнемі президент майын қолданамын, қамыр қопсытқыш, ванильді қант немесе ванильді экстракт, қант және мұздай су қажет. Ең алдымен мұнда ұстатқышта тұрған суық майымызды ұнға ауната отырып, үккіштен өткізіп аламыз. ұн мен майымызды араластырып, ұсақ үгінді, яғни мелкая крошка жасаймыз. Міне қамырымыз осындай ұсақ болуы тиіс. Осы сәтте қамыр қопсытқышымызды қосып араластырып аламыз. Енді жеке ыдысқа 2 жұмыртқаның сарысына мұздай суымызды, қантымызды және ванильді экстрактымызды қосып араластырып аламыз. Су міндетті түрде тоңазытқыштан алынған суық болуы керек, себебі қамырымыз рассыпчатый, яғни үгіліп тұратын нәзік болады. Енді осы сұйық массамызды қамырымыздың үстіне құйып, тез-тез жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Қамырымыз қолға жабыспайтын, жұмсақ, нәзік болуы тиіс. Қамырымызды целлофанға салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындайық. Осы сәтте пешімізді 165 градусқа қыздырып қоямыз. Ең алдымен бағанағы 2 жұмыртқаның ағын көлемі 2 есе ұлғайғанша, өзін ұстайтын масса болғанша миксерлейміз. Миксерлемес бұрын ыдыстарыңыз құрғақ болуын қадағалаңыздар. Жұмыртқаның ағын миксерлеп бастаймыз. Миксерімізді жай жылдамдығынан бастап араластыра бастаймыз. Алғашқы көпіршіктер пайда болғанда азыздан қантымызды қосамыз. Және миксеріміздің жылдамдығын бірте-бірте қоса бастаймыз. Қантты бірден қоспаңыздар. Міне осындай әппақ өзін ұстайтын меренгі пайда болуы керек. Егерде су немесе май дамып кетсе, меренгі шықпайды, көпірмей қалады массаларыңыз. Келесі кезекте бөлек ыдысымызға 300 грамм қаймағымызды саламыз. Мен президент қаймағын қолдандым. Негізі пайызы жоғары, кез келген қаймақ бола береді. 20% немесе одан да жоғары. Қаймақтың үстіне қойытылған сүтімізді қосамыз, яғни сгущенкамызды. Мен Три желания фирмасының сгущенкасын пайдаландым. Жалпы барлық ингредиенттер сапалы болғаны дұрыс. Сол кезде өте дәмді және өте нәзік болып шығады. Енді осының үстіне 15 грамм ұнымызды қосып, лопаткамен жақсылап араластырып аламыз. Ал енді осы қаймағымыздың үстіне бағанағы әппақ болған меренгамызды қосып, лопатканың көмегімен астынан үстіне меренгамызды басып алмай араластырып аламыз. Менің сүйікті де сүйкімді ас үйдің ханшайымдарым, мені қазақ тіліндегі рецепттерімді көргілеріңіз келсе, мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, тегін лайк басып, пікірлеріңізді аямай жазып қалдырыңыздар. Ал енді формамызды дайындайық. Менде осындай диаметрі 25 см болатын, түбі алынатын форма. Сіздер кез келген форманы қолдансаңыздар болады. Астына пергамент қағазын дәлдеп қиып салып қойдым. Қамырымызды тоңазытқыштан шығарып, оқтаумен немесе қолмен жайып шықсаңыздар болады. Ең бастысы біркелкі тегіс болуы тиіс. Дайын болған қамырымызды оқтаудың көмегімен орап алып, формамыздың бетіне дәлдеп келтіріп, бортигін шығарып аламыз. Қыздар, қарап отырсаңыздар, қамырымыз өте нәзік, жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтын, сап-сары болып шықты.
сапасы жоғары сармай болғандықтан сондай нәзік иілгіш болды. Енді формамыздың сыртына шығып қалған артық қамырымызды пышақтың немесе оқтаудың көмегімен кесіп алып тастаймыз. Енді қамырымыздың үстіне салмамызды құямыз, бетін лопаткамен тегістейміз, және осы сәтте әсемдік үшін кез келген жидектерді қоссаңыздар болады. Ең басты жидектерді крахмалға аунатып қосыңыздар. Ал мен қоспай пісіре беремін. Енді бәлішімізді қызып тұрған 165 градус пеште 30-35 минуттай пісіреміз. Мінекей бәлішіміз дайын болды, өте нәзік болып шықты. Суыған соң бірақ алыңыздар формадан. Мен суытып, бірақ сіздерге көрсеттім. Егер тапсырысқа пісіретін болсаңыздар, қалауларыңызша немесе мен сияқты шетін осындай крем-чизбен безендірсеңіздер болады. Ең бастысы барлығын мен айтқандай жасасаңыздар бір дегеннен шығады. Кез келген адам жасай алады бұл бәлішті. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Ал мен сіздерге тәтті әлемде сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта кездескенше.